Хайзенберг, мына жігіттер сенімен сөйлесем дейді. Жарайды, сөйлесек, не ағыл автомат ұстап алғансыңдар, түсінбедім. Ал, жылдамдатып айтыңдар не болған, менде уақыт мүлдем аз. Сен менің досымды, яғни Генриді өлтірген адамсың. Не ағып өлтірдің, себебін айт. Әйтпесе тірі қайтпайсың мына жерден. Джонни, қалай жағдай? Сенің досың Генриді мен өлтірген жоқпын, бірақ саған хабарлап, Генриді өлтіреді деп мен айтқан болатынмын. Өйткені сол жерге жылдамдатып барып Генриді құтқару үшін. Генри менің де досым болған еді. Өтірік айтып жатсың, мен саған сенбеймін. Джонни, тоқта, сабыр сақтасайшы кішкене, тыңдасай адамды. Хайзенберг, айта бер, ары қарай тыңдап тұрмыз біз. Джонни, әңгіме деген былай, жақсылап тыңдап ал. В общем, Генри екеуміз бұрын бірге жұмыс деген болатынбыз. Нақтырақ айтатын болсақ, заңсыз тауарлар сататынбыз. Содан кейін бір күні заңсыз тауарды сатып жүргенде біздің қарсыластарымыздың бірі Генриді ұстап алды. Генридің айтқан сөзі бар еді, егер де мен осындай жағдайға тап болатын болсам, Джонниға хабарлап айт, бірден көмектеседі деп. Сол, в общем, мен саған хабарлап айттым, басқа еш нәрсе білмеймін. Өзі бір түрлі адам екен, қош кеттік. Достар, мен сіздерге Amazing Roleplay деген серверді ұсынғым келіп жатыр. Сіздер ол жерден өзгертілген қаланы, немесе шын өмірде жүретін көліктерді көре аласыздар. Және де ол жерде неше түрлі жұмыстар бар. ФСБ, спецназ және де мафиозник болып бір-бірлеріңізбен қырылсаңыздар болады. В общем, достар, бұны сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сондықтан осы видеоның астында тұрған сілтеме арқылы өтіп, ойынды жазып ал. Сосын Nord Channel промокодын теретін болсаң, саған неше түрлі бонустар беріледі. Ал біз өзіміздің видеомызға кеттік. Все, жігіттер, от души көмектескендеріңе Эйрон рахмет Хайзенбергпен сөйлестіргеніне. Енді Хайзенберг өзі бір түрлі адам екен, оны кейін өзім тауып алып сөйлесермін от души сонда да. Чо там, Косой, не қыласың сен қазір, ауылға қарай қайтасың ба, әлде осы жақта жұмыстарың бар ма? Осы жерде кішкене тірліктер бар еді, бітіретін машинаны тюнинговать етіп, анау-мынау істеп, содан кейін ауылға қарай қайтам. Содан кейін Эйрон, анау Хайзенбергтің нөмерін берші, маған жөндеп сөйлесіп көрейін. Жарайды, берейін, жазып ал онда. 777. Болды, жазып алдым нөмірін. Эйрон, от души рахмет. Есілче ақшаңды салып жіберем ғой, қазір маған жұмыс жаққа қарай барып қайту керек. Давай, Косой, көрсеміз ғой. Сен қазір ауылға қарай қайтасың ба? Ауылға қайтатын болсаң, сәлем айтаса ой жақтағыларға. Ал, жұмыс жаққа қарай барып қайтайын, что-то звондап қоймай жатыр ғой. Самолеттері бұзылып қалған сияқты ғой. Самолет бұзылса ғана звондайды, немесе көліктері. Ал, давайте, жігіттер. Эйрон, ақшаңды салып жіберем, есілче. Эйрон ақшасын беру керек, ол тегіннен тегін жұмыс деген жоқ қой. Енді Хайзенберг тауып берді, базар жоқ. Ё-моё, но немене келеді тағы да? Не тасып баратыр мынау? Мәссаған, қайық тасып бара жатыр ма? Базар жоқ, бірінші рет көріп тұрмын. Қайықты бұндай көлікпен таситын. Ал, военный база жаққа қарай барып қайтайын ендеше. Оппана, военный базаға да келіп жеттім. Енді капитанға барып сөйлесейін, неге шақырғанын сұрастырайын. Тұрғы міне өзі. Чо там, братан, қалай? Ассалаумағалейкум. Чо, не жұмыс, не бұзылды, айта беріңіз. Джонни, қалайсың, жоқ болып кеттің ғой. Анау, сол бұзылғанда бір вертолетіміз бұзылып қалды, сыртқа қарай шығарып қойдың. Соны қарап көрші, что-то не толы, бір жөнді от алмай ма, бір нәрсе өзің көрші. Жарайды, қарап көрейін. Мына вертолет жайлы айтып жатыр ғой, шығарып қойыпты, базар жоқ. Мынау, жаңа вертолет еді ғой, соңында алған. Бұл не ақ бұзылып қалған? Жап жаңа ғой, бұл қалай бұзылып жүр, түсінбедім. Айдайамайтын адамдар айдаған ғой, пайдем. Базар жоқ, алдында светі, камерасы бәрі бар ғой, мына вертолетта дейтін. Несі істемейді деп еді? Жөнді от алмайды деді ме? От алса дауыс шығады. Бір нәрсе деді, жаңа от алса дұрыс емес деді ғой. Ал от алдырып көрейік, қалай от алдырады бұны. Кнопкаларын басып жіберейік. От алды, базар жоқ. От алып тұрған, нормальный от алып тұрған.
Иә, бір дауыстар шығып отыр мына жерде шиқылдап. Бұндай дауыстар шықпау керек жалпы. Мынаны енді жөндеуге біраз уақыт кетеді. Моторын ашып, бәрін істеп көру керек. Үстін қарастыру керек, астын қарастыру керек енді. Жарайды, ендеше көп сөйлегенше кірісейін іске. Болды осымен, енді нормальный болатын шығар деп ойлаймын. Кәне тағы бір от алдырып көрек, нормальный болу керек, жалпы бәрін дұрыстадым. Давай енді вертолет көрейік, алтын новый вертолетқа не дегенмен. Базар жоқ. Шиқылдаған дауысты естіп тұрған жоқпын. Нормальный болып қалды ғынау. Әңгіме жоқ. Болды, жөндедім. Енді осы үшін біраз ақша алатын боламын. Осының ақшасын алып енді кімге бере салу керек? Эйрон деген братанға базар жоқ, Хайзенбергпен сөйлестіріп берді ғой. Қазір маған Хайзенбергке звондау керек, содан кейін дұрыстап хабарласып білу керек. Кімдер еді? Олардың қарсыластары бар деді ма? Солар өлтірді деді ғой. Сол қарсыластарын тауып алу керек та, бір нәрсе істеу керек соларға. Болмайды әйтпесе мынау дейтін. Болды, Джонни, базар жоқ, от алып тұр. Кассадан ақшаңды алды, кете бер. Если жұмыс болып жатса қайтадан шақырамыз ғой. Болды, ақшамды алдым, бәрін алдым. Енді анау кімге звондап тастайын? Хайзенбергке. Содан сұрастырып білейін. Военный базадан шығып барып сөйлесу керек, әйтпесе мына жерде сөйлесуге болмайды. Телефонмен сөйлесетін болсаң, бәрін не істеп тұрады, андай естіп. Сондай заттары бар бұлардың. Базар жоқ. Содан кейін машинамды тонировать етіп қою керек еді кішкене. Бір ретте аварияға түскеннен кейін тонировка жасаған жоқпын. Мынау жігіттер постоянно ашпайды. Өзің ашып аласың, жұмыстан шығарып жіберу керек. Нерде тұратын охранникті бар ғой. Болды, военный базадан алыстап кеттім. Енді звондай беруге болады. Ешкім жазып жатқан жоқ менің сөйлескенімді. Хайзенберг. Алады ма екен Хайзенберг? Жалпы алу керек. Мені біледі ғой Джонни екенімді. Джонни, Хайзенберг, ассалаумағалейкум. Хайзенберг, оны қойшы. Жаңа не ақып кетіп қалдың? Түсінбедім, сөйлесіп біткен жоқпыз ғой. Жарайды, оны сұрайын деген жоқпын сенен. Анау біздің қарсыластарымыз болды дедің ба? Жаңа сөйлескенде бір нәрсе деп отыр едің ғой. Общем, Генриді ұстап алды дедің. Сол кімдер жалпы білесің ба сен? Танитын шығарсың қарсыластарыңды. Соны айтшы, кім екен маған? Біздің қарсыластар дейсің ба? Негізі қарсыластарымыз көп, бірақ Генриді Грув Стрит жақтан біреу ұстап алған деп естуім бойынша солай, сөйтіп айтып жатыр біздің жігіттер Грув Стрит жақтан. Солай де, Грув Стрит дейсің ба? Жарайды, онда қазір Грув Стриттерді білем, сол жаққа қарай барып бір нәрсе сұрастырып қайтайын ендеше. Давай, от души рахмет. Все. Мынау неғып нарушать етіп жүр Кока-Колалар. Все, Грув Стрит дейма? Грув Стрит бандаларын жалпы білем мен. Ең танымал бандаларының бірі ғой. Барып қайтайыншы, соларға сұрастырып қайтайыншы, главныйлары кім еді олардың? Міне, Грув Стрит көшесіне де келіп жеттім. Енді бұл жақта мен не істеп жүргенімді білмеймін. Ана жерде адам не істеп отыр? Отыр ма? Әзірге тыныш, ешқандай подозрительный адамдарды көріп тұрған жоқпын. Бұл жерде подозрительный адамды көргенде еш нәрсе істей алмаймын. Әшін бақылап кету үшін келдім мен мына жерге дейтін. Генриді өлтірген адамды бәрібір таппаймын ғой. Ол үшін Хайзенбергке звондап сұрастырып білу керек. Ең главный адамды тауым керек қой, бастықтарын осылардың. Грув Стрит көшесіндегілердің. Осылар дейді ғой қарсыластары. Чөті, мыналар подозрительный, мыналар бір нәрсе шегіп тұр. Машиналары базар жоқ екен. Жарайды ендеше, осы жер ғой Грув Стрит деген. Бұл жерге банда жинап мағанда келіп қырып кету керек сияқты ғой. Бірақ қыра алмаймын, менде бұндай банды көп емес қой. Алып кеттім, ары қарай кете берейін уақытша. Кете берейін, енді уақытша тастап баратырмын. Бұл жерді бәрібір қайтадан оралам мен бұл жерге. Қалдырмаймын, Генриді өлтірген адамды бәрібір де табамын мен дейтін. Мына жақтарында не бар екен көрейінші. Мүмкін мына жақтарында бір заттар бар шығар. Бұл жақтарда мен көп жүрмеймін мүлдем. Ана жақта пойыз деген жұртып бара жатыр ғой. Неге ондай қат жұртып бара жатыр, түсінбедім. Мынау артында бір Гелендваген біраз болып жүргеніне, мен аңдып жүр ма? Әлде әшін жүр ме екен? Тура мен жолымен жүр ме екен? Мен баратын жаққа баратқан сияқтымын, әлде білмеймін не алып жүр мынау. Не жерден қазір арғы бетке қарай нарушать етіп өтіп кетейінші, не істейді екен? Былайнан кетіп қойыншы. Ана мен аңдып келетқан сияқты анау. Тоқта, былайнан бұрылып кетіп қойыншы, не істейді екен былайнан? Анау точно мен аңдып келетір анау. Не істесем болады? Көріп қойды өйден Грув Стрит жақтан мен, Жарайды, ендеше былайнан бұрылып бір жаққа қарай апарайын мен оны. Ешкім жоқ жаққа қарай апару керек та, сұрастырып білу керек. Но мен танып тұрма, бір нәрсе болған ғой.
немесе жаңағы Хайзенберг айтып койду мекен, осы Джонни келет деп Грувстрейтке. Жарайды, қайда апарсам болады екен, бір ешкім көрмейтін жаққа қарай апару керек. Былайынан кете берейінші. Міне ешкім жоқ жақтарға келе жатырмын. Енді мына жақта вообще ешкім жоқ деп ойлаймын, білмеймін, бірақ жұмысшылар көп екен. Жарайды, не жерлерге көлігімді қоя салайыншы. Анау Геленваген қалды ма? Ё-моё, анау әлі келе жатыр ғой. Не жерлерде тұра тұрайыншы. Не ағып жүр екен мұны, қазір сұрастырып білемін мен мұны. Ей, сен біздің районға бұдан бұлай кіруші болма, түсіндің ба? Егер де кіретін болсаң, менен бірінші рұқсат сұрап ал. Неге аңдыды деп ойлап отқан шығарсың? Бауырым, қумаш, не деп кеттің? Ё-моё, қалай сен рұқсат сұрауым керек, не жүруге болмай ма сонда? О, братан, қоя салшиш, ё-моё, жасыңа қарашиш, таяқ жеп қаласың деймін. Мен дейтін спортсменмін ғой, білесің ба? Түсінбеймін, сен сияқтыларды бар ғой, братан. Қой дегенде қоя салу керек қой. Содан кейін өздеріңнің жігіттеріне айтып бар, дайындалып отсын, мен қайтадан ораламын. Менің атым Джонни, есте сақтап ал, қайтадан келемін жақында.